Тарих жолымыздағы басты тірегіміз боларлық. Жошы хан, Бату хандарымызды қазақтан әдейі алыстатып жіберген. Оның ар жағындағы Шыңғыс ханды қазақтан мүлде алыстатуға күш салған деген пікір жиі айтылады. Тарихтағы орыс жылнамашылар мен Қытай саясаты түркі жұртының тұғырын осылайша шайқалтуға әрекет еткен делінеді. Көшпенді халық өз тарихындағы дерекнаманың мұқият жазбасын жүргізіп, оны сақтауға бейімделген еді. Бар мәліметті есте сақтап, ұрпақтан ұрпаққа қалдырып отырған. Көшпенді халықта өмір ағысын хатқа түсіріп сақтауды құнттауға уақыт болмады. Осы жағы көршіміз орыс ұлтының жазбагерлері мен тарихшыларына оңтайлы келді. Дала тарихын өз қалауынша бұрмалап, әлемге таңуларына қолайлы болды. Қазіргі қазақ даласының алып империяға айналғанымен төңіректі билеп төстеген тарихын қазаққа келушіліктен ат тондарын ала қашу саясаты осы күнге дейін бәсеңсіген жоқ. Ал тарихи шындық көмескі күйінде қалып келеді. Қазақстан тарихнамасын жандандыру әлі де кенжелеп жатыр. Тарихшылар мен жазушыларда сілкініс болмай тұр. Бұл түсінікті де. Кезінде тарих шындығын жазған ғалымдарымыз қудаланды, ит жеккенге айдалды. Соның қорқыныш әсері әлі күнге дейін сейілмеген болса керек. Ал бүгінгі халық тарихы жобалық кеңсесін ашу мен жұмысты жүргізу бастамасы қаншалықты жемісті боларын уақыт көрсетер. Әрі бұл жобаның нақты қандай бағыт-бағдарды ұстанатыны әзірге белгісіз. Тарихты жай ғана бетінен қалқып ала ма, әлде тереңдете қаза ма, оның нақтыланған тұжырымы жасалған жоқ. Қалай болғанда да қыруар қаржыға, қыруар жұмыс жүргізіліп, ұлттың мүддесіне жауап берерліктей оң нәтижеге қол жеткізсе екен. Кеңес үкіметінің қол астында болған 70 жылдық кіріптар заманда қазақ халқы жадынан айырыла жаздады. Басты тұлғаларымызды санамыздан өшіруге тырысты. Абылай ханның өзін Ілияс Есенберлиннің арқасында өлермендікпен алып қалдық. Ал қазақтың соңғы ханы Кенесарыны дәріптеп ғылыми еңбек жазған тарихшы профессор Ермұхан Бекмаханов 25 жылға сотталды. Жап-жас Шоқан Уәлихановтың аурудан өлгені күмән туғызады деушілер де бар. Шоқан Шыңғыс ханның ұрпағы еді. Ал Алаш арысы Әлихан Бөкейхан да Шыңғыс ұрпағы болатын. Мұндай мысалдар өте көп. Шын тарихымыздағы тұлғаларымыздың талайын көмескілендіріп жіберген. Әсіресе Шыңғыс хан төңірегінде пікірде дау да көп. Бір оқымыстылар Шыңғыс ханды қазаққа тартса, енді бір оқымыстылар қазақтан қуып жатыр. Бұл мәселеге жаңадан құрылғалы жатқан халық тарихы жобалық кеңсесі табандап кіріссе құба-құп болар еді. Осы орайда халық жазушысы Қабдеш Жұмаділов мынадай ой білдірді. Шыңғыс ханды қайтарып алу керекпіз. Рашид ад-Динді, құпия шежірені қайта аударып жатырмыз. Бұрын қасақана қате аударып отырған. Шыңғыс хан түрік деген сөзді сыпырып алып тастаған. Бұрын Ресей, Қытай түріктерден қорықты. Қорғанды не үшін салған білеміз. Орыстар Алтын Орданың боданы болды. Сөйтіп екеуі де Шыңғыс ханды түрікке жолатқысы келмеді. Бұдан 8 ғасыр бұрын моңғолдар қанша болды? Түріктер қанша болды? Қазір моңғолдар 3 миллион ғана. Ол тарихтың шаруасы. Ал Бату хан Еуропаға 250 мың әскермен аттанған. Ол ғасырда ондай әскерді кім аттандыра алады? Олар түріктер. Ондай әскерді түріктер ғана аттандыра алды. Шыңғыс ханның бүкіл нояндары кімдер? Мұқалы Жалайыр, Сүбетей Арғын, Жебе түрік. 4 баласының әйелдері түгел түріктер. Шыңғыс ханды зерттеп, 4 томдық тарихи роман жазған жазушы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері Мұхтар Мағауин. Қаламгер Шыңғыс ханнан іргені аулақ ұстайық дейтін қазақ оқымыстыларына зығырданы қайнаумен келеді. Мағжан Жұмабаев адамзатта Шыңғыста ер тумайды десе, Абай Құнанбаев қазақ рулары Шыңғыс ханға өз еркімен қосылды деп айтқан. Мұхтар Мағауин қазақ халқы кеңес идеологиясы келіп жеткенге дейін Шыңғыс ханды құрмет тұтқан, қадір тұтқан дейді. Шыңғыс ханды бүкіл дүние жүзі мойындап отыр. Неше мың мақала, зерттеу жазылған, жүздеген кітап жазылған. Ағылшын, француз, неміс, Америка, Жапон жазды. Бәрі Шыңғыс ханды өзіне тартады. Қазір орыстар Шыңғыс ханды славян болды деп өзіне тартып жатыр. Ал шын мұрагері, ұрпағы, біздер одан қашып құтыла алмай жүрміз. Жер жаһанда 4000-ға жуық этникалық топ бар екен. Соның 200-ге таяу ғана ел болып мемлекет құрған. Қазақстанда өз алдына мемлекет болып, әлем қауымдастығымен араласып отыр. Осы дәрежеге